Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерменен ерекше дәмді, қамыры жұмсақ, ауызға салса еритін сметаник пирогын жасайтын боламыз. Ең әуелі менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі рецепттерді таба аласыздар. Енді біздің пирогымызға қажет заттар ол қаймақ, жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май, қамыр қопсытқыш, қант керек болады. Ең алдыменен қамырымызды жасап аламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстінен қантымызды саламыз, керегінше салып, венчиктің көмегіменен бір қалыпты қоймалжың әдемі масса дайындап аламыз. Достар, сары майымызды алдын ала шығарып, ертіп қойыңыздар. Сонда әдемі болып, қамырымыз әдемі болып шығатын болады. Сары майларыңыз 82% болғаны жақсы. Сонда майлы және таза май әдемі болып шығады қамырларыңыз маргариннен гөрі. 82%-дағы закрома, жайлау немесе президент майларын жасатқанды пирогтарға жақсы көремін. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстінен қамыр қопсытқышымызды салып, електен өткізіп саламыз. Сонда қамырымыз жұмсақ, әдемі болып шығатын болады. Көтеріліп, қолымызбенен қамырымызды жайып дайындаймыз. Ұнды көп қосып жібермеңіздер. Қамырларыңыз қатты болып, бірікпей қалуы мүмкін. Сол үшін описание бөлімінде нақты қанша керектігін жазып қалдыратын боламын. Мінекей қамырымыз дайын болды. Жұмсақ, әдемі. Енді формамызға, кез келген формаға салып дайындасаңыздар болады. Менде диаметр 26. Осы формада пісірдім. Оны жақсылап, майлап алу қажет. Немесе астына пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Енді қолымызбенен осылай жайып шығамыз. Астын бір тегіс етіп, және де жоғарыны жандарына бортиктерін шығарамыз қолымызбенен. Менде қамырым тәтті болғаны үшін кішкене жабысыңқырады. Сол үшін қолымды ұнға батырып отырып жайдым. Жақсылап, шет-шеттерін барлығын түзулеп, әдемілеп жаясыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймағымызды үлкендеу ыдысымызға салып аламыз. Қаймақтарыңыз 20%-дан жоғары болса болады. Осы қаймағымыздың үстінен жұмыртқамызды салып, бір келгі етіп араластырып аламыз. Өте тойымды, кез келген мерекеге арнап жасасаңыздар болатын пирогтардың түрі. Енді қантымызды салып, оның үстінен ванилинді салып жібердім. Жақсылап араластырамыз, қанты еріп кеткенше.
қамырымызға негізі қант ұнтағын салып жасасаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығатын болады. Енді салмамызды қамырымыздың үстінен құямыз. Пештеріңізді мен 200 градуста пісіріп алдым. Әркімнің пеші әрқалай, сол үшін өздеріңіз градусын туралап қоясыздар. Мінекей осындай әдемі пирог пісіп шықты. Өз қалауларыңыз бойынша сәндеп ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.